Негіздердің қасиеттерін зерттеу зертханалық тәжірибелік жұмысымызға бізге қажетті реактивтер натрий гидроксиді, мыс сульфаты, күкірт қышқылы немесе тұз қышқылы, темір үш хлориді, фенолфталин ерітіндісі. Бірінші тәжірибе сілтінің қышқылмен әрекеттесуі. Ол үшін натрий гидроксидін сынауға құйып аламыз. Оған 1-2 тамшы фенолфталин ерітіндісін тамызамыз. Сынауықтағы ерітінді түсізденгенше тұз қышқылының немесе күкірт қышқылының ерітіндісін қосамыз. Бізде ол күкірт қышқылы. Келесі тәжірибе сілтілердің тұз ерітінділермен әрекеттесуі. Бірінші сынауыққа натрий гидроксидін құйып, оның үстінен мыс сульфатын қостық. Екінші сынауыққа темір үш хлоридін құйдық. Оның үстінен натрий гидроксидін қосамыз. Сынауықтағы қоспаларды сақтықпен қыздырамыз. Жасаған тәжірибелердегі бақылауларыңды және реакция нәтижелерін жазыңдар. Қорытынды жасаңдар.